Сәске ауа науқастар палаталарына дем алуға беттеді. Қос балдақ, сыңар балдақ, сүйенгендер еденді ойып жіберердей тасыр-тұсыр еткізіп, демнің арасында есікке кіріп жоқ болды. Жеткен балдағын кереуеттің жақтауына сүйеп, сылқ етіп отыра кетті. Маңдайы қушиған, бадырақ көз мүсір қос қолын желкесіне қойып жатып, аяғыңды қалай кестіріп алып жүрсің, деп сұрады. Шөп турайтын агрегатқа абайсызда туратып алдым, деді Жеткен. Жазым ғой, деді мүсір сөзбен демеген болды. Өзің малшы екенсің. Малшы деген сөзді құлағына қатқылдау естілді. Жеткен оның сөзін мен шопан боламын деп жаңашалап түзетіп қойды. Мүсірдің сөзіне құлағы үйренейін деді. Осында орналасып жатқанда мүсір сырттан келіп, бізге жаңадан ақсақ келіп қосылыпты ғой дегені бар. Төсегін реттеп тұрған Жеткен жалт бұрылып оған ызбарлы көзбен қараған. Оның ойында ештеңе жоқ. Секеңдеп келіп, бұрыннан алыс берісі бар жандай қос қолдап амандасты. Басынан кісі сөзін асыруды ар санайтын Жеткен мүсірдің жайбарақат кейпін көріп еріксіз абдыраған. Өзің қалай кестіріп алып жүрсің, деп Жеткен серігіне қарсы сауал қойды. Оның мүдіріп жауап қатқан сөздері шашырай шықты. Кестірдік қой әйтеуір, жазым болар. Оның оң аяғы жуан саннан жоқ. Шалбарының бір балағын жоғары қайырып, ұқыптап тігіп қойыпты. Палатадағы 6 адамның 2-і ғана ұйқыға кіріскен. Газет, журнал аударыстырып, кітап оқып отырғандары бар. 2-і өзгелерге кедергі жасамайық дегендей дауыстарын бәсеңдетті. Үйлі баранды болғарсың, деп сауал қойды мүсір. Иә, бір ұл, бір қызым бар. Келіншегің өткенде сені осында жайғастырып кеткен қатқан қарағатым ба? Иә, сол. Өзің ше? Мен бойдақпын. Осы кезге дейін үйленбей қалай жүрсің? Солай болды ғой. Әйтеуір маған келгенде сол шаруаның реті келмей-ақ қойды. Нешуа, әлі үйленерсің, басың жас қой. Енді қиындап кетті-ау, деп мүсір там-тамдап ішкі сырын ақтара бастады. Аяқтың сау кезінде талай қыздарды менсінбедік. Енді олар бізді менсінбейтін болды. Дүние кезек деген осы. Өз теңің табылар деп Жеткен айтып қалып, соңынан еріксіз ойланды. Аяғын тұспалдап сөйлегенім әбес болды өзі. Бір мүшесі кем жігіттердің мынау деген қыздарға үйленіп жатқаны аз ба? Мүсір төбеден көз алмай үнсіз жатыр. Мәке, әлі-ақ үрдің қызына үйленесің, деді Жеткен оған мойын бұрып күлімдеп. Сенің айтқаның орындала бермейді ғой. Орындалады, неге орындалмасын? Осыдан қарада тұр, үрдің қызын сен тауып бересің бе? Деді мүсір көңіліндегі кірбің әлі ыдырай қоймағанын сездіріп. Жеткен жауап қатпады. Дәрігерлер тыхетчас деп айдар таққан уақыт мерзімі бітіп, балдаққа сүйенгендер сыртқа шықты. Мүсірдің не ояу, не ұйықтап жатқаны белгісіз. Бір қалыпты дем алады. Көзі жұмулы. Орнынан тұрған Жеткен оны жалғыз тастап кете алмай қарайлай берді. Есік ашылып ішке ақ желең жамылған Жеткеннің қалада тұратын мектепті бітірген бір жолдасы келді. Науқасқа сәлем, деді ол мұның қолын алып жатып. Баяғы тұйық мінезің қалмаған ба әлі? Қалаға келгеніңді неге хабарламадың? Екеуі әңгімелесіп отырғанда мүсір орнынан тұрды. Жүзіне ұйықтаған жанның кейпін аңғарылмайды.
Балдағын сүйенген күйі терезеден сыртқа көз салып тұрды. «О, Мәсеке, темекі келді!» деп жеткен дауыстап. Мүсір жүзін бұрып екеуіне жымиып қарады. Бірақ балдағын дүрсілдетіп келуді ар көрген болу керек, орнынан тапжылмай тұра берді. Жеткен төсектерді жағалай секеңдеп келіп, бір қорап Қазақстан сигаретін ұсынды. Мүсір темекіні қалтасына салып, біреуін тұтатты да терезеден сыртқа көз салған күйі тұра берді. Аулада ағаш көлеңкесіндегі орындықта әңгімелесіп отырған 5-6 қыз келіншекті жеткеннің де көзі шалып қалды. Мүсірдің маңадан солардан көз алмай тұрғанын енді аңғарды. Жолдасын қақпадан ұзатып салған соң аула ішімен Мүсірді іздеген. Оның түкпірдегі орындықта балдақты қызбен сөйлесіп отырғанын байқап, іші жылып қалды. Кешкі тамақтың кезінде балдаққа сүйенгендердің бәрі асханада бас қосты. Қыз келіншектер бір шетке бөлек жайғасты. Жеткенмен бірге ас ішіп отырған Мүсірдің көзі сол жаққа жиі түседі. Жеткен әлгіндегі онымен ағаш астында әңгімелесіп отырған қызды сыртынан тыңдады. «Ана қызға ғашық болып қалғаннан саумысың?» деді Жеткен серігіне көз қиығын тастап. Беттерінің ұшына қан жүгірген Мүсір жымиып күлді. «Сен ойлағандай ештеңе бола қойған жоқ. Жәй әншейін таныс қыз. Есімі кім? Қайтесің соны? Айтсаңшы енді?» деп Жеткен қайталап сұрады. «Патсайы», деді Мүсір асқа қайта бас қойып. «Есімі жақсы екен, Патсайы, әдемі ат. Ол қыз сенің жүрегіңе шынында да құрық лақтырып үлгерген-ау шамасы». Мүсір лық етіп ішіп отырған асына түйіліп қалды. «Осы сен ас ішкізесің бе жоқ па?» деді бадырақ көзін кең ашып. «Қойдық көке, ендеше қойдық». Жеткен тамақ ішкен болып көзінің астымен Патсайыға қарады. Көзі қаз мойын, арша төс, ат жақты, иегі сүйрелене біткен көрікті қыздың еріндері жұқалтаң. Әдетте ондай еріндер сүйреңдеп сөйлеуге бейім келетін еді. Бірақ патсайымның салиқалы жүзінен сазуар қыздың жүзі ауыр қыздың сыңайы байқалады. Бота көздерінде жайдары жастық шақтың сәулесін өшіргісі келген кірбің бар. Патсайы бір қарағанда мұңайып, келесі көз тіккенде қуанып отырғандай да әсер қалдырды. Қасындағы қыз келіншектер үстелге бүгжиген күйі алдарындағы астан бас алар емес. Патсайы кеудесін шалқақ ұстап, ұзын мойнын сәл иіп, қолындағы шанышқысын асықпай жоғары көтерді. Шанышқы ұстаған сүйрік саусақтарынан да бөлекше нәзіктік сезіледі. Етек жеңі кең пішілген аурухана киімі сұлу мүсінінің сәнін келтіріп ақ тұр. Осындай сымбатты қыздың аяғы кем дегенге кім сенеді? Балдағын көрсетпей үстелдің астына сырғытып қойыпты. Сезімтал қыз Жеткеннің маңадан өзінен көз алмай отырғанын аңғарып қалды. Қарлығаштың қанатындай қиылған қастары дір ете түсті. Мамыражай сезім құшағында отырған Жеткеннің қиялындағы тәтті ойдың сілемдері шашырап кетті. «Әй, сен ыстық сорпаны мұрныңа құясың ба, қайтесің?» деп Мүсір шынтағымен түртті. Қасықтағы сорпа шайқалып үстелдің үстіне төгілді. Енді Жеткен қызарды. Оның маңадан қызға қарап отырғаны Мүсір де аңғарған екен. «Қыз көрмегендей сонша тесілгенім не?» деді өзін іштей жазғырып. Үріккен көңіл қайта сабасына түсті. Ас ішіп отырып, патсайы орнынан тұрып кетпесе екен деп те тіледі. Қыз тамағын ішіп болса, балдағына қол созды. Содан соң не болары белгісіз емес пе?
Мамыражай жадыраңқы көңіл айдынына құрбақа секіріп түседі. Тамақтанып болған елдің алды сатыр-сытырлап орындарынан тұра бастады. Балдақтар бір-біріне соғылып, тыныштықтың көбесін сөгеді. Қыз-келіншектердің соңынан ала орнынан тұруға бейімделген патсайы стол астындағы балтағына қол созды. Жеткеннің одан әрі қарауға дәті шыдамай басын төмен салды. Еденге тиген балтақ пен сыңар аяқтың дыбысы кезек алмасып көпке дейін естіліп тұрды. Түкпірдегі есік сықырлап ашылғанда ғана басын көтерді. Мен емес, өзің ғашық болғаннан саумысың? Әлгі қызға деп қасындағы мүсір күңкілдей күліп текпішекпен төмен түсе берді. Жүрегінде құрық салмаса да кендір жіпті лақтырған болар. Жеткен одан кейін мүсірдің патсайыммен оңаша сөйлесіп тұрған сәттерін 2-3 рет сырттарынан байқаған. Палатадағылар ұйқыға кіріскен сәтте мүсірдің аунақши бергенін сезді. «Мүсір!» деп дыбыс шығарды Жеткен жай ғана. Жеткенді ұйықтап жатыр деп ойласа керек. Біразға дейін үн қатпады. «Ұйқың келмей жатыр ма?» деп ол Жеткенге қарсы сауал қойды. «Осы сен патсайыны қалай деп айтушы едің? Шын сүйіп қалдың ба?» Ол мырс етіп күліп жіберді. «Сүйемін, күйемін» деп жасы 18-дегі бозбалалардай айтады. 30-дан асқан бізге ондай сөз жараспайды. Ұнатып қалдың ба дегенім ғой. Сенің бұл жерге алғаш келіп түсуің, оның үстіне аяғыңды да жақында кестіріпсің. Ақсақ деген атқа кемінде 3-4 жыл ие болған соң ғана көп нәрсені аңғарасың. Ақсақтардың арасында өз заңы бар екенін түсінетін боласың. Ол қандай заң тағы деді Жеткен. Ол заңды шын ниетіңмен түсініп, мойынсыну үшін ақсақтық өмірдің ащы тұщысын біраз тату керек. Мен саған қарапайым ғана мысал келтірейін, деді сосын мүсір. Аяғы жуан саннан кесілген жігіт, аяғы тобықтан жоғары кесілген қызға үйлене алмайды. Егер көңілдері шын жарасып жатса ше. Сен оны 2 мүшесі сау адамның сөзін айтып отырсың. Нағыз ақсақтар олай ойламайды. Мүсір нағыз деген сөзге екпін беріп айтты. Оның аяғы жуан санынан кесілген, ал патсайы, иә, оның сол аяғы қызыл тобықтың үстінен. Мүсірдің нені тұспалдап айтқанын енді ұға бастады. Мүсірдің кейбір сөздерін түсіне де бермейді, бірақ оның айтқан әңгімесінің түсінбейтін ешбір құпиясы жоқ сияқты болып көрінеді. Бастаған әңгімесінің соңын күрделендіріп әр тарапқа салып жіберді. Мен де дұрыс айтқан сияқтымын. Аяқтың қысқа не ұзын кесілуінде тұрған не бар? Егер көңілдері жарасып жатса. Нағыз ақсақтар олай ойламайды дегенді не үшін айтты екен? Өз ойын іштей сабақтаған Жеткен тиянақты жауап таппады. Көзіне ұйқы тығылып, бетін қабырғаға беріп жатты. Бұл мүсір айта береді. Оның өзінің қатып сеніп қалған ой топшылауы бар. Содан айырылғысы келмейді, деді сосын. Еркектерден гөрі әйелдер кездейсоқ апатқа сирек кезігеді. Аяғы тап өзіңдікіндей болып кесілген қызды табамын деп ойлай ма екен бұл сабаз? Жеткен ойланып жатып ұйықтап кетті. Осыдан кейін патсайы екеуінің бірге сөйлесіп тұрғанын көрмеді. Мүсір тұйық болып алды. Көбіне төсегінде бүк түсіп жатады да қояды. Қолынан кітабы түспейді. Жеткенмен бұрынғыдай шешіліп те сөйлеспейді. Сен түнде қорылдап ұйықтағаныңды доғар. Әкеңнің үйінде жатқан жоқсың деп терезе тұсындағы көршісіне тиісті. Мен қорылдайын деп ойлаппын ба? Әдет қой деп көршісі ақтала беріп еді. Давай, сөзді доғар деп тыйып тастады. Көрші палатадағы сыңар балдақты
Мәжікен патсайының қасынан үйірсектеп шықпай жүр. Сырт көзден қымсынбай екеуі аулада ұзақ отырады. Мұны Мүсірге көрсеткен қыры болар деп те ойлаған. Бәлкім Мүсірдің өткенде айтқан әңгімесінің жаны да бар шығар. Екеуінің де аяқтары тобықтан жоқ. Жеткен Мәжікенмен әлі жақын танысып үлгермегендей еді. Іңірде орындықта жалғыз отырған Мәжікенді көзі шалып қалды. Патсайыны күтіп отырған болар деп ойлады іштей. Өзін-өзі қайрап қасына келді. Мәке, аяқ қалай? Деді қол беріп қасына отырып жатып. Аяғы бар болғыр әлі күнге бүтінделмей тұр ғой. Дәрігерлер ем-домын жасап-ақ жатыр. Ағаш аяғымыз дайын болса ауылға қайтып та қалармыз. Ауылда балашаға бар болар. Бар. Әлі кемпір шалда қолда. Осында жатқанда есіл дертің ауылда жатқан болады екен. Жеткеннің іші жылып қалды. Сөзіне қарағанда жаман жігіт емес сияқты. Жүзінен орнықты жанның кейпі байқалады. Осында жыл сайын келуден әбден мезі болдық. Жылда келгені қалай, деді Жеткен оның сөзін онша түсінбей. Сенің мұнда бірінші келуің бе, деп Мәжікен қарсы сауал қойды. Иә, алғаш келуім. Онда бұл аурухананың есігін әлі талай тоздыратын боласың, деді Мәжікен. Сонда қалай? Қалай дерің бар ма? Алғашқы келгенде ағаш аяқты кигізіп жібереді. Ол дегенің қашан үйренгенше азап. Сүйекті қажап, аяқтың қызыл етінің борша-боршасын шығарады. Салмақ түскен соң аяқтың етін жоғары көтереді де 5-6 ай жүрген соң оны қолпылдап бос қалады. Осында қайта келіп балдақ басқасын жасатасың. Онымен біраз жүрген соң тағы да өзгесін ауыстыруға тура келеді. Міне, осылайша аяғын қашан қалыпқа түсіп, әбден көнтақы болып кеткенше көп әурелейді. Енді ұқтың ба, дегендей ол Жеткеннің бетіне қарады. Жеткен енді әңгіменің тақырыбын басқа арнаға бұрудың амалын таппай абдырады. Біреуді күтіп отырған жоқсың ба? Деді содан соң. Жоқ. Әншейін таза ауада демалып отырған ғой біздікі. Ол мұның нені тұспалдап айтқаны сезбеген сияқты. Өмірдің өзі қызық, деді Мәжікен екінші бір әңгімесінің ұшын суыртпалақтап. Осында түкпір-түкпірден ақсақтар жиналып, қайтарларында жұптасып кететіндерді де кездеседі. Былтырғы жылы тап сондай жайттың куәсі болғаным бар. Сол үйленгендердің аяқтары қандай еді? Мәжікен мұның сауалын түсініңкіремей бетіне қарады. Аяқтары қандай болушы еді? Кәдімгідей сенімен мен сияқты аяқ. Ақсақ екенін білемін ғой. Бірақ екеуінің аяғы қай тұстан кесілген еді дегенім ғой. Солай десейші. Мәжікен иегін алақанымен сығымдап ұстап ойланып отыр. Ұмытпасам жігіттікі жуан саннан, қыздың аяғы тізеден төмен. Рас айтасың ба, деді Жеткеннің көзі күлімдеп. Иә, рас, дәл солай. Бірақ сен оның несіне қуанасың? Біздің палатада Мүсір деген жігіт бар. Сен оны білесің. Жеткен онымен ашық сөйлесудің орайы енді тапқанына қуанып кетті. Мәжікен де ойланып қалды. Мүсірдің аяғы жуан саннан кесілген, ал Жеткеннің тобықтан жоғары аяғы кем. Қай қызды тұспалдап айталмай отырғанын іші сезді. Екеуі бір-біріне қарап күлді. Сезімтал жігіт енді мұның көңілінен шыға сөйледі. Патсайы бізге көрші ауылда тұрады. Өткен жылы да екеуміз бір мезгілде келіп түсіп едік. Биыл да солай болды. Жұрт ойлағандай арамызда ештеңе бола қойған жоқ. Оның мінезі жібектей жақсы қыз. Оны жұрт ойлағандай деген сөзі Жеткенге сен ойлағандай болып естілді. Ауылындағы мектепте мұғалім болып істейді. Басы бос қой әйтеуір. Әрине, бос. Бұрын жігітті болған екен.
аяғы кесілген соң бір жолата күдер үзіп кетіпті. Арадағы әңгімеден кейін Мәжікеңді іш тартып жақсы көріп кетті. Екеуінің көңілдері жарасып жатса, біздерге қуанғаннан басқа не қалды? Сонда да араларына дәнекер болсақ дегенім ғой. Олардың араларына ешкім дәнекер бола алмайды. Қараңғылық қоюлана түсті. Олар орындарынан тұрып, аурухана есігіне қарай беттеді. Жеткен болған әңгімені Мүсірге жеткізуге асығып келеді. Кітап оқып атқан Мүсірдің төсегінің шетіне отырып, естіген білгендерін аптығып айтып берді. Мүсір мұның айтқан әңгімесінен хабар бар болып шықты. Тіпті жеткеннің сөздерін мән бермей тыңдады. Көп ұзамай Мәжікеннің протез аяғы да дайын болып ауылға қайтуға жиналды. Түс кезінде жеткендер жатқан палатаға еңселі бойлы, кең жаурынды, қияқ мұртты, қара костюм шалбар киген келбетті жігіт кіріп келе жатты. Іштегілер күнде көріп жүрген Мәжікенді әуселе танымай қалды. Балдағын тастаған соң аяғының кемістігі білінбей кетіпті. Жігіттер, мен елге қайтып барамын. Өздеріме қош айтысқалы келдім, деді ол жайдары қалыпта. Мүсірдің төсегіне келіп тізе бүгіп, иығынан қапсыра құшақтады. Жаурыннан сығымдай ұстап өзіне тартты. Сендер де тез айығып шығыңдар. Жолымыз түссе әлі талай жолығармыз. Аз күн дәмдес тұздас болдық. Орнынан тұрғанда оң аяғы тізеден төмен кілт етіп, шалбарының балағы түріліп қалды. Еңкейіп, қос қолдап балағын түзеді. Мүсірдің мойнынан құшақтап, құлағына сыбырлады. Ал солай болсын деп қолын алып қоштасты. Мәжікен аяғы нық басып палатадан шығып кетті. Жақсы жігіт, деді Мүсір, қолына кітап алып жатып. Бірақ Мүсір одан кейінде патсайыға жақындамай қойды. Қыз жүрген жерден алшақ кетуге тырысады. Патсайы кешкілік көбіне ағаш астында оңашада отырады. Жеткен тұсынан ары-бері өтіп жүріп, қасына барып әңгімелескелі талай оқталды да райынан қайтады. Арада біраз күн өткенде төменгі қабаттағы шеберханада патсайымен ұшырасып қалды. Дәрігер оның шорт кесілген аяғына протез кигізіп өлшеп жатыр екен. Белдіктерін тартып, түймелерін салып, протезді айналдырып көрді. Жеткенге де патсайының протезіндей тізеге дейін келетін ағаш аяқ кигізді. Протезді бірінші рет киіп көруі. Орнынан тұрып, ары-бері жүруге дәрігер рұқсат етпеді. Ағаш аяқ тым ауыр екен. Әлі де жонып, кесіп, кішірейтуге тура келеді. Балдағымен шоқаңдап, бір қолымен бел ағаштан ұстап, текпішектің бойымен көтеріліп бара жатқан патсайының соңынан қуып жетті. Ауылға қайтатын күнің де жақын шығар деп сұрады. Иә, сәтін салса қайтып та қалармын. Жеткеннің тіл қатуын күтпеген патсайының жүзінен таңырқау нышаны байқалды. Мұнда келгеніңізге көп болды ма, деді Жеткен. Сіздің алдыңызда ғана келіп түскенмін, деді патсайы ақырын ғана жауап беріп. Ендеше қатар шығатын болдық қой. Алғаш келгенде бізде ұзақ ұстаған. Маған сенбесеңіз серігіңізден сұраңыз. Екеуміз қатар келіп түскенбіз. Серігіңізге сәлем айтыңыз, деді содан соң ұзап бара жатып. Палатаға келген соң Мүсірге патсайының сәлемін жеткізді. Мүсір тіпті жайбарақат жатыр. Жолдасының көңілі үшін жылы қабақта танытпады. Сен бар ғой, барып тұрған тас жүрексің, жібімейтін қара тассың. Білдің бе? Адам деген титтейде қайырымың жоқ, деді. Жеткен табан астынан ашу шақырып. Қойшай, сен де, деді Мүсір, Жеткенге көз қиығын тастап. Өзің де айтқанға түсінбейтін жігіт екенсің. Ол екеуміздің жолымыз екі басқа. Саған қанша рет қайталау керек. Тап сен ойлағандай арамызда ештеңе бола қойған жоқ.
Жолығысып сөйлескенде тұрған не бар екен осы? Көп ұзамай патсайы да ауылына қайтатын болды. Ауруханада қалыптасқан салт бойынша ол да қоштасқалы жеткендердің палатасына келді. Балдағын тастап шалбар киіп алыпты. Мына қалпында бір аяғы кем дегенге ешкім сенбейді. Қыпша бел, жұмыр мықымы тал бойына жарасып тұр. Ол есіктен кіріп келгенде төсекте жатқан 5-6 еркек қолдарындағы газет, журнал, кітаптарын тастай салып, таңырқай қарасты. Патсайы өзімен бірге бөлмеге шуақ алып келді. «Мынау біздің патсайы ма? Шынымен?» деді жеткен жайдары қалыпта. «Ауылға қайтып барамын, сіздермен қош айтысқалы келдім. Өркенің өссін, рахмет. Қазақтың ару қыздары сендей-ақ болар». Ол Мүсірдің төсегіне таяп келді. «Мүсір, қош болып тұр. Адресті білесің ғой, хат жазып хабарласарсың» деді ақырын ғана. Мүсірдің ерні жыбыр етіп, не айтқаны естілмеді. Патсайы бөлмеден шығып кетті. Бөлмеге алып келген шуақты өзімен бірге алып кетті. Мүсірдің қызға хат жазбайтынына жеткеннің көзі жеткен еді. Патсайы жігіттің арысына ғана лайық қыздай болып көрінді. Бәлкім Мүсірдің ойым жөнде шығар. Шынында да екеуінің арасында бұл ойлағандай құпия сыр жоқ болар. Кемтар жандардың бір-бірі іш тартып, жақсы көріп тұратын әдеті емес пе? Екеуін сырттарынан бір-біріне лайық көріп жүрген өзінің көңілі болар. Әйтеуір осы бір ой жеткенді одан кейін де көп мазалады. Өз қарасынан айнымайтын, алған бетінен қайтпайтын Мүсірдің ішкі сыры жұмбақ күйінде кетті. Екеуінің ортасына дәнекер бола алмағаны үшін көпке дейін өзін іштей жазғырумен де жүрді. Дәрігердің бөлмесіне келгенде өткенде өлшеген ағаш аяқ кеспелдектей болып үстел үстінде жатыр екен. Протезді киіп, белдіктерін тартып, орнынан тұрғанда көздің оты жарқ ете қалды. Қабырғаға сүйеніп, орындыққа отыра кетті. «Әлі-ақ көндігіп кетесің», деді дәрігер көңілін аулаған болып. «Иә, адам шіркін көнбіс-ау, бар ауыртпалыққа төзе алады.